Мен неміз қалған деймін де, тілімізбен тек қана жұдырығымыз қалған екен ғой. Бокс болып жатыр. Көрерлерді ұрып жатыр енді әйтеуір сабап. Шоу ғой енді, шоу жасап жатыр. Салық бюджет алаңдамасын адамдар. Рим империясында айтқан ғой, мысалға халыққа үлкен колизейді білесіңдер ғой, үлкен колизей, адамдар гладиаторский бои, убей, убей, убей деп киноларды көрсеңіздер, Рим империясы туралы Спарта жаңағы, Троя дегендерді. Сол система халыққа барын шығару үшін осындай Астана болғалы Назарбаев өте көп сапасыз еще ақша жетті. 50 миллион, 40 миллион долларына бүкіл ареналарды салды ғой. Сол кезде ойлайтынмын, бір фабрика салмай ма, бірдеңе шығатын, швейный цех ашпай ма десең, жоқ. Ол кезде адам аз болатын, вообще бармайтын. Енді қарасаңыз, жастарды бәрін үйретті. Оның бәрі алдын ала жасалған саясат. Молодец Назарбаев. Енді мына білмеймін, енді қазір Головкин біткеннен кейін Трамптың досы ғой. Трамп трампылдатып жатыр, білесіңдер, барып өзі айтып жатыр, маған келіп сөйлескендерді мен бәрін жаңағы пошлинасын алып тастап жатырмын деп. Енді кім барады? 16-да шал ұйықтатып кетті оны, жаңағы статьяның темасы бойынша. Статья 500 миллион Қазақстанда ала жағы болып, ұлттық қорды арестовать етіп ұстаған. Сол кезде шалға көмектескен кім? Трамп. Енді білмеймін, Головкинді жақсы көреді ғой, енді бойларына барып жүр, енді через Головкин сөйлесек қалай болады, Головкинге қалай шығам айтайын дегенім. Егер таныстарың болса, хабарласын, или айтып барсын сәлемімді. Енді Магнум бойынша тағы да айтып отырмын, бір мақтанатын жаңағы несі қорғайтын тіліміз ғана қалған екен. Жұдырықпен тіл қалып тұрды бізде, басқа дамымыз жоқ. Айтайын дегенім, мына Магнум деген, енді Магнум миллиардтап, бұл жерде ештеңесі қисаймайды, субсидия алып отыр, бәленбай миллиард. Қазір ол саудасы өтпей қалса да, сендердің қалталарынан субсидия жаңағы нені алып алады, ақшаны. Ол ештеңе. Ол Магнум изначально басалған кезде мына кішкентай магазиндердің бәрін сындырды, бағамен арзан болды, и ол магазинді жауып қалғаннан кейін бағаны көтеріп тастады. Екі Магнум мен смол ғой, мысалға Астанада. Басқа қалаларда Магнум аз деп ойлаймын. Тек Астана ғой Магнум, Алматы, үлкен қалаларда. Одан ешқандай не жоқ. Бір ағайындар, енді нормальный темамен нормальный тема қашан болады деймін да. Салық салып жатыр 15 сиырға. Бір сиырың 3 жыл бағасын. 3 жыл басқанда бұзаудан бастап, мысалға, шөп бересің. Бір түйегің, мысалға, қанша теңге? 1000 теңге. Ойлаңыздаршы. 500 теңге де шал, бір түйек шөбің. Бұзауға, мысалға, 10 күнге жетеді. Бір түйегің. Бір аптаға жетеді, енді мен бұлай көбейді айтып жатырмын да. Сонда 3 жылдан кейін сатасың да, бұзау. Бұзаудан кейін не болады? Баспақтан кейін өгіз болмай ма? Өгіз кезінде сата аласың. Оған 3 жыл керек. 3 жылда 1000 күн бар. 1000 күнде ол қанша шөп жейді? 500 теңгенің шөбін жейтін болса, уже 500 мың. Дұрыс па? Плюс ауырат. Анау, жаңа сен сатасың енді. 500 мыңнан. 500 мыңға сатасың, енді 600 мыңға сатасың ба? Сонда сен 3 жыл жүріп, бір сиырдан 100 мың көресің ба? Көрмейсің ба? И то жаңа коммерсанттар келіп сындырып кетуі мүмкін. Сонда сен 2 сиыр сатсаң, айына миллион болады. 12 айда уже 12 миллион. Уже сен салыққа кетіп қаласың. Бірақ сол заңды өзгеріс енгізіп отқан жаңағы депутат, оказывается, жаңағы строитель өзі. Өмір ауыл шаруашылығында мал бақып көрмеген. Тем более ана жақта тұрады екен, жаңағы малдар банан коробка жейтін жақта. Сол жақтың депутаты енді. Соны ойланудың орнына біз енді дұрыс қой, Нұрсұлтан империя құрды. Орташа империя деп жатыр сендерді. Держава деп. Шоу керек шығар енді, шоу.
баяғыда бауыржан шоу болатын еді. Енді жан жақтан шоу көбейіп жатыр. Енді не істейміз енді? Өздеріңізге де сол шоу керек. Жақсы ағайындар.